Қымбатты оқырмандар, қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Нұрдәулет Ақышев, балалар елін бағындыру. Ертеде балалар ел деген бір ел болыпты. Алдарына қойған ешқандай мақсаты жоқ, жұпыны өмір сүріп жатқан көңілсіз ел екен. Тіпті күнделікті өмірінде еш қызық болмап. Сонан күндердің күнінде балалар елін бір патшалық бағындырып алады. Ол патшалықтың аты ойын екен. Ойын келісімен-ақ балалар елі бірден көңілденіп сала беріпті дейді. Айнала айғай-шу, дыр-думан. Ертеден қара кешке дейін бар баланың білетін тек қана ойын. Уақыт өте келе балалар елі бірыңғай ойынға салынып, өмірдің басқа жағынан мақұрым қалуға айналады. Есілдердің ойын билеген баланы көріп едіңіз? Мұндай бала тіпті тамақ ішіп, бір уақыт жүрек жалғауды керектігінде ұмытады екен. Ата-аналар әрбір ақылдасып, енді еңбекті шақырыпты. Сол-ақ екен, балалар елінің тіршілігі жаңадан жанданып қоя беріпті дейді. Балалар бір уақ ойнаса, бір уақ еңбек етіп, үй ішіне көмектесіпті, нанның дәмін сезіпті, ондастарға қалай келетінін түсініпті, ата-ананың қадіріне жетіпті. Бұл өміріндегі өзінше жақсы бір кезең болған деседі. Осылайша уақыт өте беріпті. Бірақ сонда да ел тіршілігінде бірдеңе жетіспейтін сияқты болады тұрады. Ата-аналар әр ақылдасып, бері ақылдасып, ол жетіспейтін нәрсенің атын оқу деп тауыпты. Өйткені балалар ойын ойнап шынығып, еңбек етіп өмірге бейімділік танытқанымен өмірдің сырын түсінбейді, табиғат құпиясын білмейді, өмір сүруді қалай жеңілдету керек, ол жағында да мүлдем бейхабар. Сонымен енді көмекке оқу келіпті. Ойын мен еңбекке жіберетін уақыттың біразын балалар енді оқып, білім алуға жұмсапты. Сол-ақ екен, балалар өмір тіпті қызықты бола түседі. Өмірдің құпия сырын меңгеріп, біліммен қаруланған олар ересектер шаруасына да араласыпты. Мұнан кейін күні бойы сабақ оқып, қажыған баланы сергіту үшін тағы бір мейірбан жан жәрдемге келеді. Оның аты спорт екен. Спортпен тұрақты айналысқан баланың денсаулығы мықты, көңіл күйі сергек, денесі сымбатты болыпты. Оны көріп, өнер есімді сұлу бойжеткенде жас ұланды баулуға белсене араласып кетеді. Әр жерде ән шырқалып, күй шертіп, би билеген балалар еліндей ел әй дүние жүзінде болмаған шығар. Оқудың кітап деген атасы бар екен. Осы бір көзәйнек таққан қайырымды қарт көрінеді. Тыным таппай елді аралап жүрген ол балалардың көпшілігі ұнатып қалады. Кітапты арқасында өмір тіпті қызықты бола түсіпті. Бұл бір баланың елінің кемеліне келіп гүлденген дәуір екен. Өйткені ойын, еңбек, оқу, өнер, спорт, кітап, алтауы да балаларды кезек-кезек қағып әкетіп, тек жақсылыққа қарай жетелейді отырады. Бұл алтау елдің ең сүйікті адамдарына айналады. Олар да балаларды керемет жақсы көреді екен. Тіпті кейде мен алам, жоқ мен алам деп өзара таласып қалып та жүреді. Сөйтіп жүргенде балалар елінің батыс жағынан бұрын жұрттың көзіне түспеген өзгеше бір тайпа пайда болады. Өзі бұрын балалар тұрмақ, ата-аналардың да түсіне кірмеген оқшау тайпа екен. Адамдар шетінен алғыр, өжет көрінеді. Қалай пайда болды, дереу солай айналысып жалу алуға кірісіпті. Өздері өжеттігімен қатар қатыгез әрі айлакер екен. Сондықтан болар аз уақытта шекарасын кеңейтіп, әлгі тайпа іргелі елге айналыпты. Әлемнің түкпір-түкпірінен тайынбай жаулап ала бастайды. Бағындыру тәсілін дәл осындай жақсы меңгерген елді тарих бұрын соңды естімеген көрінеді. Әлгілер балалар еліне келіпті де, оны жалғыз оқ шығармастан басып алыпты. Оның бұндай алғырлығын көріп, ойында, еңбекте, өнерде, спортта, кітапта, оқуда қайран қалыпты. Бұл қайдан шыққан керемет дейді олар өз арасы күбірлеп. Мынаның екпінді тіпті тау жыққандай ғой. Бүйте бере білсе, түбінде ел іргесі бүліне ме деп қорқамын. Бүкіл әлемді бүлік еткізбей жаулап алған бұл құдіреттің елдің аты телевизор екен. Алғашында адамдар телевизорды тек қана мұқтаждығына бола жасаған екен. Ал ол болса, келе-келе балалар елін бағындырумен айналысып кетеді. Телевизордың түпкі пиғылы алдыңғы Алатаудан гөрі бөлек еді. Бірақ ол пиғылдың қандай екен, өкінішке орай ешкім білмепті. Әр үйге аттап салып, ұрандай кірген телевизор төрге шығып талтайып тұрып алады. Сосын әйшеге қарамастан балалар шетінен тұтқындауға кіріскен. Мұздай құрсанып, жалт-жұлт еткен темір ештеңеге құлақ асар емес. Бала біткенді мұрнынан тіліп тұтқындап жатыр. Мұндай қысыл-таяң сәтте ежелден келе жатқан ескі достар қол қусырып қайдан тұрсын. Шетінен пенде болып қамалып жатқан ұландарды арашылау үшін ойын да, еңбек те, өнер де, спорт та, оқу да, кітап та ұмтылады. Әрқайсысы телевизор алдында тізерлеп қалған ұлдар мен қыздардың қолынан тартқылап әбігер. Бірақ телевизор деген ешкімге бой бермейтін қайраты жойқын
мінезі қатты қара пәлекет болып шықты. Ентелеп келген алтауды алқымынан алып беттетер емес. Бұл ешкім күтпеген оқыс қылық еді. Арашаға келген мейірбан жандар сең соққан балықтай бастарын ұстап дағдарып қалады. Масқара болдық қой әбден, бұл не сұмдық десіп шыдамсыз ойын күйзеле сөйлеп. Бір кезде осы балалар еліне мына кітап ақсақал келгенде біразымыз ренжіп жүрдік. Балаларды еңбектен, спорттан, ойыннан айырып, кітап жарықтықтың бұнысы несі дестік. Сөйтсе кітаптың зиянынан пайдасы көп екен ғой. Соның арқасында балалар талай нәрсені түсініп еді, мына телевизордың қасында кітап жарықтық заты жуас болып шықты деп еңбекте басын шайқап. Осының бәрін шығарып жүрген сол кітабыңызбен оқу, деді спорт гөрі ашыланып қабағын түйіп. Еңбек ағайын, сіз де бұл істен шет емессіз. Мынадай байламды естіп, өзге бесеу қозғалақтасып қалған екен. Спорт өз сөзін бұлай дәлелдеп: бере қараңыздаршы өзі. Телевизорды ойлап шығарған сіздер ғой, оқу мен кітап. Оларға көмектескен еңбек екені де рас. Ендеше неменеге күмілжіп қалдыңыздар? Спорт қойған кінәні мынандай келіп үшеу. Оның рас, спорт бауыр. Бірақ бұл бәленің балалар елін жаппай бағындырып алады. Сөйтіп өзіміз шеттеп тастайды деп кім ойлапты? Өзім асыраған күшік өзімнің балағымнан қапты деген осау деп кемеңгер кітап жерге қарап күрсініп. Бұл уақытта телевизор елінің үлкен жиналысы өтіп жатқан. Онда шығып сөйлеушілердің барлығы да алдағы уақытта жағдайды қызу талқыласып жатты. Сын мен өзара сын мейлінше қанат жайған. Аз уақыттың ішінде көп жұмыс тындырғанымыз рас, деді жиын алдына шыққан телевизор. Бірақ соған бала тоқмейілсіп қалуға бола ма? Біздің алдымызда әлі қыруар шаруа тұр. Біздің мақсатымыз балалар елін толық бағындырып, шашау шығармай тегіс тұтқындау. Арамызда бұл жауап бізге мән бермей шайқалып жүріп алғандар да бар. Ондайларға шара қолдану керек. Алғаш мақсатымызды тез іске асыру үшін не істегеніміз жөн? Алдымен хабарларды қызықтырып етіп көрек. Эфирді мультфильмдер мен көркем фильмдерге толтырып тастайық. Рас, есейіп қалған балаларды құр мультфильммен алдап түсіре алмайсың. Адамның жанын түршіктіріп, я болмаса делебесін қоздырып, бас айналдырып